Армысыздар, құрметті студенттер. Сіздермен бірге мен Қанбаева Айнұр Сүтқалымқызы. Бүгінгі қазақ тілін тереңдетіп оқыту факультативі пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы бастауыш пен баяндауыш арасында қойылатын сызықша. Сабақтың мақсаты бастауыш пен баяндауыш арасында қойылатын сызықшаның қандай жағдайда қойылатындығын үйрету, білім алушылардың сөздік қорын молайту, ойлау қабілетін дамыту, өз ойын жүйелі жеткізе білуге дағдыландыру, ынтымақтастыққа, достыққа, бірлікке тәрбиелеу. Бастауыш пен баяндауыш арасында көп жағдайларда сызықша қойылады. Мысалы, та-те бір сөздің қайталануынан жасалса, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Бастауыштың алдында не артында ғана, ой, ғана, тағы басқа сияқты шылаулар тұрса, сызықша қойылады. Мысалы, көз толатын табиғат, шалқар көл ғана. Бұл жерде көз толатын табиғат дегенде табиғат бастауыш, одан кейін сызықша қойылып тұр. Яғни шалқар көл ғана дегеніміз ол баяндауыш. Бастауыш бірінші екіншақтың жекеше не көп тұлғалы етістіктен, ал баяндауыш жіктік жалғаулы түсірілген есімдіктен болатын болса, онда бастауыш пен баяндауыш арасына сызықша қойылады. Мысалға, біз қырғауыл, сіз тұйғын. Біз бастауыш, қырғауыл баяндауыш. Мысалға, сіздер студентсіздер десек, сіздерден кейін міндетті түрде сызықша қойылады. Ескерту: егер баяндауыш жіктік жалғаулы болса, сызықша қойылмайды. Мен көмірмін қалған өрттен дейтін болсақ, көмірмін деген баяндауыш, ол жерге сызықша қойылмайды. Бастауышта, баяндауышта атау тұлғалы сын есімнен жасалса, сызықша қойылады. Жақсы, ісімен жақсы. Бұл жерде жақсы баяндауыш, жақсы бастауыш. Бастауышта, баяндауышта сан есімнен болса, арасына сызықша қойылады. Мысалы, екіміз, екі бесімізбен 10. Екі жердегі екі, 4 дейсін болсақ, екі жердегі екіден кейін сызықша қойылады. Сонымен қатар, бұл, ол, анау, мынау деген сілтеу есімдіктері болып, яғни бастауыш сілтеу есімдіктерінен болатын болса, баяндауыш атау тұлғалы зат есімдерден немесе зат есімдес мағыналас сөз табынан болатын болса, сызықша қойылады. Анау біздің бие, мынау оқыған азамат дейтін болсақ, бұлардың арасына міндетті түрде сызықша қойылады. Ескерту: бұл ережені орынсыз қолдана беруге болмайды. Ол кітап оқып отыр. Ол біздің үйге келді. Сондай-ақ бұл есімдіктерді көпше тұлғада келсе, сызықша қойылмайды. Келесі: бастауыш зат есімнен не заттанған басқа сөз табынан жасалып, баяндауыш атау тұлғалы зат есімнен не заттанған басқа сөз табынан болғанда сызықша қойылады. Мысалға, тіл қоғамдық құбылыс. Бұл жерде тіл бастауыш, құбылыс заттанған баяндауыштан бастауыш зат есімнен не заттанған басқа сөз табынан жасалып, баяндауыш атау тұлғалы зат есімнен не заттанған басқа сөз табынан болған жағдайда сызықша қойылады. Мысалға, тіл қоғамдық құбылыс. Тіл бастауыш, құбылыс заттанған атау тұлғалы баяндауыш. Атау тұлғалы бастауыш не баяндауыш тәуелді көптік жалғауымен келсе, сызықша қойылады. Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырың. Бұл жерде баласы бастауыш, дұшпаны баяндауыш. Бастауыш у жұрнақты етістікпен болып, баяндауыш атау тұлғалы зат есімнен не у жұрнақты етістіктен келсе, бастауыштан кейін сызықша қойылады.
яғни у жұрнақты етістік деп отқанымыз бұл тұйық етістік. Барды қанағат қылу, ой мегеулігі. Яғни бұл жерде бастауыш қанағат қылу. Бастауыш есімше аралас тіркескен болса, баяндауыш зат есім не есімше не есімдіктен жасалса, зықша қойылады. Ән шырқаған сол. Бұл жерде есімше араласқан тіркес ән шырқаған. Бастауыш сол, баяндауыш. Ескерту. Егер баяндауыш болып тұрған есімше етістік қызметінде тұрса, зықша қойылмайды. Мектеп үй жаңадан салынған. Ал баяндауыш болып тұрған есімше зат есім мағынасында қолданылса, зықша қойылады. Осы кездік саған тартқаным. Бұл кезде кездік бастауыш, тартқаным, яғни баяндауыш. Тартқан сыйым деген мағынада, яғни заттық мағынада қолданып тұр. Бастауыш күрделі тіркестер болып келсе, бастауыштан кейін зықша қойылады. Біздің берер жауабымыз оралбайды білмейміз. Бастауыш алды, арты, үсті, асты деген көмекші сөздерден болатын болса, бастауыш есім сөздермен келсе, бастауыштан кейін зықша қойылады. Үстім көк, астым теңіз, атым кеме. Бұл жерде үсті, асты, аты деген көмекші сөздер қолданып тұр. Мақал мәтелдерде, афоризмдерде, тағы басқаларда баяндауыш көп жағдайда сүріліп айтылады. Мұндай сөйлемдерде бастауыштан кейін зықша қойылады. Ер егесте сыналады, нар кешуде сыналады дейтін болсақ, бұл жерде зықша қойылмайды. Ал егер ер егесте, нар кешуде деп алатын болсақ, бұл жерде ер, нар деген бастауыштардан кейін зықша қойылып тұр. Келесі, сіздерге берілетін тапсырма, зықшаның қойылу себебін түсіндіріңіздер. Арттағылар Байтас пен Жорға Жұмабай. Арттағылар дегеннен кейін зықша қойылып тұр. Себебі не? Себебі арттағылар деген заттанған есімдікпен зат есім арқылы жасалып тұр. Мысалға, арттағылар деген заттанған есімдік болатын болса, есімдік арқылы жасалған болатын болса, Байтас пен Жорға Жұмабай бұл жалқы есімдерден жасалған зат есім. Келесі тапсырмамыз, тиісті тыныс белгісін қойыңыздар. Я Аллам 45 жаратушым, қорғаушым, өзің өмір, өзің қуат қорғансың. Бұл жерде қай жерге тыныс белгілер қойылады? Дұрыс айтасыздар. Өзің өмір, өзің қуат қорғансың. Өзің деген сөзден кейін зықша қойылады. Өзің өмір, өзің қуат дегеннен кейін зықша қойылады. Әрі қарай өздеріңіз тиісті тыныс белгілерін қойып, сөйлемді толықтырып жазасыздар. Келесі тапсырма. Төмендегі жағдайларға байланысты мысал жазыңыздар. Мысалға, бастауыш атау тұлғалы зат есімнен, баяндауыш жат септігіндегі зат есімнен болуы тиіс. Бастауыш зат есімнен, баяндауыш сын есімнен болуы тиіс. Келесі, бастауыш пен зат есімнен, баяндауыш атау не жатыс тұлғадағы сан есімнен болуы керек. Осы жағдайларды есепке ала отырып, мысалдар жазамыз. Келесі, үйге берілген тапсырма. Мана сіздерге айтқан болатынмын, яғни мақал мәтелдерде, афоризмдерде, өлеңдерде кейбір сөздер түсіп қалады. Сол жағдайларда олардың арасына сықша қойылады. Мысалға, асыл тастан шығады, ақыл жастан шығады дейтін болсақ,
бұл жерде шығады деген бастауыш қолданылып тұр. Егер шығады деген баяндаушты алып тастайтын болсақ, онда асыл тастан, ақыл жастан. Яғни осы екеуінің арасына сызықша қойылады екен. Осы секілді басқа да мақал-мәтелдер, афоризм, өлеңдерді жинақтап, осы мысалдарды келтіреміз. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар.